Отан қорғаушылар күні мен жеңістің 78 жылдығына орай Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде елдікте, ерлікте ұрпаққа аманат атты салтанатты жиын өтті. Шарада оқу орнының қызметкерлері мен үздік түлектер марапатталып, патриоттық ән шырқалды. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде бүгінде 10 мыңнан аса студент бар. Білім мен тәрбиені ұштастырған оқу ордасы ел тарихындағы маңызды күндерді ескерусіз қалдырған емес. Салтанатты шарада сөз алған университет ректоры бейбіт күнді сыйлаған батыр бабалар рухына бас иіп, ел қорғаған ерлерді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтады. Қазақстан Республикасы қарулы күштері мемлекет қауіпсіздігінің, халықтың бейбіт өмірінің мызғымас кепілі. Қарулы күштердің қуаты нығайып, айбыны асқақтай берсін. Еліміздің қаһарман ұлдары оқ пен от кешкен ұлы отан соғысында батыр бабаларымыз жан қияр ерліктің үлгісін көрсетті. Біздің қазіргідей бейбіт күнде бақытты ғұмыр кешуіміз, еліміздің әлемдік деңгейде танылуы майдангерлер ерлігінің нәтижесі. Оқу ордасы жанынан 2000 жылы алғаш рет әскери кафедра ашылды. Онда әскери уақытта ұрыс міндеттерін орындауға қажетті білім мен дағдыға ие запастағы офицерлер мен сержанттар даярланады. Кафедрадағы әскери даярлыққа қабылдау конкурстық негізде жүргізіледі. Іріктеу барысында студенттердің сабақ үлгерімінен бастап психологиялық және физикалық әзірлігі тексеріледі. Қазіргі таңда Қорқыт атындағы университеттің әскери кафедрасында 281 студенттер әскери дайындықтан өтуде. Болашақта әскери кафедраны бітірген офицерлер және сержанттар қарулы күштерге, одан кейін басқа да әскери құралымдардың қатарында қызмет атқара алатындай жағдайда болады, дайындық өткеннен кейін. Салтанатты шарада оқу ордасының бірқатар қызметкері мен үздік түлектері марапатталды. Айта кету керек, мерейлі мезетте саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия мүшесі, тарих кафедрасының профессоры Айтжан Оразбақовқа мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің алғыс хаты табысталды. Қозы Көрпеш, Асыралу, Рамазан Сүтбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.